Сәлем балақай, сені каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 6 саны және цифры. Ендеше мына суретке назар аударайық. Неше сөзінің пайдаланып бізге сұрақтар құрастыру қажет. Неше шар ілініп тұр суретте? 6 шар. Неше бала музыкалық аспапта ойнап отыр? 6 бала ойнап отыр. 1 ер бала, 5 қыз бала ойнап отыр екен. Келесі, неше бала билеп жүр? Барлығы 6 бала билеп жүр. Оның нешеуі ұл бала, бесеуі ұл бала, біреуі қыз бала. Келесі, өнерпаздардың санын салыстыр дейді. Музыкалық аспапта 1 ер бала және 5 қыз бала ойнап отыр екен. Енді салыстырайық. 1 және 5 сандары. 1 кем 5-тен. Келесі, билеп жүрген ер балады қарайық. 3 және 2 барлығы 5 ер бала. Билеп жүрген және 1 қыз бала бар. Енді бұларды салыстырайық. 5 артық 1-ден. Келесі мына тапсырманы жазады. Мысалдар құрастыр және есепте. Бұл жерде музыкалық аспапта ойнап отырған 1 ер баланы көреміз және 4 қыз баланы көреміз. 1 қосу 4 тең болады 5-ке. Келесі, домбыра тартып отырған оқушылардың ішінен 1 ер баланы көреміз және 2 қыз баланы көреміз. 1 қосылған 2 тең болады 3. Барлығы 3 оқушы музыкалық аспапта ойнап отыр. Келесі, 2 ер баланы көреміз және 2 қыз баланы көреміз. 2 қосу 2 тең болады 4-ке. Келесі, домбыра тартып отырған 3 ер баланы көреміз және жетігінде ойнап отырған 3 қыз баланы көреміз. 3 қосылған 3 тең болады 6-ға. Барлығы 6 оқушы музыкалық аспапта ойнап отыр. Енді балақай, мына тапсырмаға назар аударайық. Әр сөреде 6 заттан болу үшін тағы неше заттан қосу керек? Әр қатарда берілген музыкалық аспаптарды 6-ға толтыруымыз қажет. Бірінші домбыра 1 домбыра болып тұр. Бұл 6-ға толу үшін жанына тағда 5 домбыра қажет болады екен. Өйткені 1-ге 5-ті қоссақ 6 болады. Келесі, даңғыра. Бұл жерде барлығы 3 даңғыра тұр. 6-ға толу үшін тағда нешеуін қосу керекпіз қасына? Тағда 3 даңғыра қосу керекпіз. Келесі, баян. Баяндың санын 6-ға толтыруға жетпіз. Бұл жерден біздер 2 баянды көріп тұрмыз. 6-ға толу үшін тағда қасына 4 баян қажет екен. Өйткені 2 қосу 6 тең 4-ке. Келесі, асатаяқ. Бұл жерде берілген асатаяқтың саны 5. 6-ға толу үшін бізге қасына тағда 1 асатаяқ қосуымыз қажет. Сонда барлығы 6 асатаяқ болады. Келесі музыкалық аспап бұл тұяқтас. Тұяқтастың тұрған саны 6. 6-ға толтыру үшін жанына тағда 2 тұяқтас қажет болады екен. 4 қосылған 2 тең 6-ға. Келесі, сыбызғы. Сыбызғының саны 2. Енді келесі біздер 6-ға толу үшін жанына тағда 4 сыбызға келіп қоюымыз қажет. 2 қосылған 4 тең 6-ға. Балақай, біз барлық берілген музыкалық аспаптарды 6-ға толтырып шықтық. Енді келесі мына тапсырмаға қарайық. Санды салыстыр дейді. Бұл жерде сандық сәуле берілген. Сандық сәуленің көмегімен сандарды салыстыратын боламыз. 5 және 6 сандарын салыстыру керек. Сандық сәуледе қараймыз. 5-тің тұрған жері міне, одан кейін 6, 5-тің оң жағында тұр. Ол сонда 6-да кіші деген сөз. 5 кем 6-дан. Келесі, 4 және 6 сандарын салыстыру қажет. Сандық сәулеге назар аударамыз. 4 саны, 6 саны 4 санының оң жағында тұр. Бұл жерде 4 кем 6-дан. Келесі, 6 және 5 сандарын салыстырамыз. 6 санының 5 сол жағында тұр. Сондықтан 6 саны үлкен болады. 6 артық 5-тен.
келесі 2 және 4 сандарын салыстырамыз. 2 санының 4 оң жағында жатыр. Сондықтан 4 артық болады. 2 кем 4-тен. Келесі сол сияқты 3 саны. 3 саны 5-тің сол жағында жатыр. 3 саны кіші болады. 3 кем 5-тен. Келесі 5 саны. 5 санның 2 сол жағында жатыр. Ол кіші болады. 5 артық 2-ден. Барлық берілген есепті сандық сөйленің көмегімен салыстырдық.